Бір түлкі қалың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді де, жақындап келіп, «Сәлеметсіз бе, қырғауылым, халың қалай?» дейді. Қырғауыл, «Жақсы, өзің қалай тұрсың?» дейді. Түлкі, «Жерге түсіп сөйлессеңіз қайтеді, бір құлағым естімеуші еді» дейді. Қырғауыл, «Жерге түсуге қорқамын, жерде әртүрлі аңдар бар, бізді жеп қоюы мүмкін» дейді. Түлкі, «Әй достым, биылғы заман бұрынғы заман емес, жаңа ғана келдім, бұйрық шығыпты, біреуге біреу зорлық қылмасын, қой мен қасқыр бірге жүрсін, түлкі мен тауық бірге жүрсін» деген дейді. Қырғауыл, «Жақсы хабарыңыз бар екен, рахмет достым, мына жақтан бір иттер келе жатыр, оларға да хабарыңызды айтыңыз, естісін» дейді. Ит деген сөзді есткен соң түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Қырғауыл, «Қайда барасың түлкім, бұйрықты ұмытып кеттің бе?» дейді.